Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта біз уже практически сабақтарға көштік. Бүгінгі сабақта біз өзіміз анализ жасайтын TradingView атты платформамен танысамыз. Яғни бұл платформаны қалай пайдаланамыз? Бұл платформада неге мән береміз? Өзімізге керек нарықты, өзімізге керек активті қалай табамыз? Сол бойынша айтамыз. Яғни, грубо говоря, осы платформаны қалай пайдаланамыз? Видео сол жайында. Ең алдымен болашақта платформада сіздер осы TradingView платформасында бүткіл анализдеріңізді жасайтын боласыздар, так что бұның функционалымен танысқан сіздерге керек. Ең алдымен біз кез келген браузерге кіреміз, TradingView деп іздейміз, сол кезде сіздерде осы сайт ашылады. Сайтқа кіргеннен кейін сіздерде осындай окно күтіп тұрады. Оң жақ жоғары жақта сіздерде регистрация деген жазу тұрады. Соны басасыздар, өздеріңіздің пошталарыңызды жазып регистрация жасайсыздар. Одан кейін бізде осындай окно күтіп тұрады. Бұл окнода біз, например, осы уақытқа дейін нарықтар жайлы өттік, осы уақытқа дейін биржа жайлы өттік, осы уақытқа дейін біз активтер жайлы, мысалы, индекс дедік, форекс дедік, криптовалюта дедік. Сол активтерді қалай іздейміз, қалай табамыз. Ең алдымен бұл TradingViewға кіргеннен кейін сіздерде осындай окно күтіп тұрады. Кез келген активті сіздер осы жерде поиск дегенді басу арқылы іздей аласыздар. Немесе бізде TradingView'дің продукттары бар. Бұл в основном болашақта қолданылатын суперграфик, немесе скринер, календар, лента новостей, яғни новости қай уақытта шығады, қандай новости әлемде болып жатыр, сонымен таныссаңыздар болады. Портфельдер, фундаментальный графиктер, кривые доходности, опционы, анау мен, честно сказать, өзім пайдаланбаймын, так что олар жайлы ештеңе айтпаймын. Ал енді мына жақта бізде TradingView'дің сообществосы, яғни TradingView'дің турнирлары өтеді, торговый идеялар, яғни басқа трейдерлар өздерінің торговый идеяларын салады, солармен таныса аласыздар, индикаторлар, стратегиялар және де платный контент. Честно, что за платный контент, мен білмеймін, өзім пайдаланбаймын. Ал енді рынки деген жерге біз келгенде, осы жақта біз өзіміздің активтерді таба аламыздар. Байқасаңыздар, бізде индекстер тұр. Ақырын бізде мышканы осы индекс дегенге алып келсек, бізде сол жақтан бүткіл индекстер шығады. Индекстер, Американың индекстері, основной индекстер, секторы индексы S&P, одан кейін валютный индексы. Мысалы, біз не істейміз? Мысалы, біз индекске кіргіміз келіп тұр. Бізге Американың индекстері қызық. Біз индексі США деп басамыз, сол кезде полностью Американың индекстері шығады бізде. Міне S&P, одан кейін барып Dow Jones, одан кейін NASDAQ. Байқасаңыздар, барлығы бізде өте көп Американың индекстері. Мысалы, сізге белгілі бір индекс керек. Бүйтіп бұны ашып іздеп отырып басқа тұрғанша сіздер поиск дегенге басып, егер индекстің тикерін білсеңіздер, жазсаңыздар болады. Мысалы, маған NQ деген индекс керек. Яғни ол бізде NASDAQ-тың фьючерсі. Мысалы, маған NQ керек болса, мен NQ деп іздеймін. NQ. Осы жерде мен не істеймін? Байқасаңыздар, обзор инструмента дегенді басып, мен осы инструмент жайлы көп информация біле аламын. Яғни қандай бағамен сауда жасалынып жатыр. Например, қай уақытта рынок ашылады бізде, бір күнде қанша процент өсім болды, 5 күнде қанша процент өсім, бір айда қанша процент өсім болды, 6 ай, например, осы жыл басталғалы 1 жылда, 5 жылда, 10 жылда за все время бәрін көре аламыз біз. Төмен жақта новостимен таныссаңыздар болады, индекс жайлы толыққанды ақпарат алсаңыздар болады. Яғни кез келген актив жайлы сіздер полноценный информацияны осы жақта зерттей аласыздар. Және де жаңа айтып өткенімдей, тура сіз сияқты трейдерлардың салғаны. Яғни басқа трейдерлар өздерінің идеяларымен бөлісе алады, сіздер оқып шыға аласыздар, бірақ сөздің шыны керек не советую, потому что өте сапасыз. Және де тағы бір информациялар көп, ақырын өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Және де бұл информацияға кіргеннен кейін, продвинутый график деген сіздер басатын болсаңыздар, біз уже, как положено, осы NQ-дің продвинутый графигін ашамыз, яғни NASDAQ-ты. Бұл бізде индекс. Осы индексқа келіп, біз өзіміздің болашақта анализ жасауымызды үйренеміз. Объем дегенді өшіріп тастасаңыздар болады, ол бізге керек емес. Ал енді TradingView'дің функционалымен танысайық. То есть осылай біз графикті ашамыз. Алдағы уақытта бізде торговый инструменттер, яғни мына линиялардың қайсысы керек бізге Fibonacci'ның қайсысы керек. Осы жерде тұрған инструменттердің барлығының қайсысы неге жауап береді, ол бойынша бөлек сабақ болады. Қазіргі уақытта бізде тек қана осы TradingView'дің функционалымен танысу.
яғни бізге уже NQ-дің графигі қызық емес. Мысалы мен енді Forex іздегім келіп тұр. Яғни біз тура бастапқы экранға қайтадан келеміз. Енді осы жерде мен дәл сол рынки деген таңдаймын. Осы жерде байқасаңыздар, индекстен төмен бізде акциялар бар, одан төмен криптовалюта бар, одан төмен фьючерсы, форексы, гособлигации, корпоративные облигации, ETF, экономика. Вот бүткіл информация бар бізде. Яғни даже біз мемлекеттердің экономикасы жайлы ақпарат біле аламыз. Мысалы, мен Форексте сауда жасаймын. Мен не істей аламын? Мен осы жерден кіріп, рынки дегенге кіріп, Форекс дегенге барып, вот. Форексте қандай активтер бар, вот солар бойынша мен өзімнің қажетті ақпаратымды аламын. Мысалы, маған евро USD деген актив керек болса, мен не істей аламын? Мен осы рынки дегенге барып, Форекс дегенді басып, одан кейін Европа дегенді басып, одан кейін барып евро USD деген таба аламын. Немесе мен тікелей сол главный тұрған жерге поиск дегенге кіремін, евро USD деп жазамын, және өзіме керек брокерді таңдап аламын. Яғни мысалы мына жақта қарасаңыздар, біз евро USD деп іздегеннен кейін бізде брокерлар көп. Вот мысалы байқасаңыздар, евро USD барлығы бізде евро USD. Но оң жаққа қарасаңыздар, бізде Оанда, Forex.com, былай көрсетейін, евро USD деп іздегеннен кейін байқасаңыздар, бізде Оанда, Forex.com, одан кейін то же самое Forex.com, Сахо, вот, өте көп брокерлар бар бізде. Яғни байқасаңыздар, брокер көп бізде өте. Сіздер өздеріңізге керек брокерді таңдап алсаңыздар болады. Но в основном бәрінде одинаковый график. Мысалы, жай ғана Оанданың графигін ашса, осы жерде евро USD деп іздейміз, открыть график деп іздейміз. Яғни открыть график деп басамыз. Сол кезде бізде как положено евроның графигі ашылды. Біз осы жаққа кіріп, болашақта өзіміздің анализімізді жасай аламыз. Вот так, яғни TradingView'дің функционалы өте оңай, өте қарапайым. Сіздер кез келген активті осы жерден іздеп табу арқылы өздеріңіздің анализ жасап кетсеңіздер болады. Мысалы бізде полный все деп тұр, яғни кез келген актив осы жерден шыға береді. Немесе акция деген таңдап, біз нақты акцияларға көңіл бөле аламыз. Мысалы Nvidia, Apple, Tesla, SpaceX деген сияқты болады. Дальше мысалы фонды, бұл бізде в основном фондтар QQQ, SPI. Честно сказать, мен фондтардан особо не разбираюсь, потому что әлі мен инвестиция темасына кірген жоқпын. Дальше, например, бізде фьючерстер, тура сол NASDAQ, S&P, мынау бізде мұнай. Мысалы, байқасаңыздар, обзор инструмента деген бассаңыздар, сіздер кез келген актив жайлы толыққанды информация біле аласыздар. Вот бізде Форекс тұр, вот бізде криптовалюта, вот бізде индексы, облигации, экономика, опционы. Так. То есть информация өте көп. Вот так. Яғни TradingView'ға кіргеннен кейін основной біздің пайдаланатынымыз осы поиск, одан кейін өзімізге керек инструментті таптық, мысалы евроның графигі. Егер бізге информация қажет болса, біз обзор инструмента дегенді басамыз. Егер график керек болса, открыть график дегенді басамыз. Сол кезде бізде график ашылады. И біз осы жерге кіріп өзіміздің анализ жасап кетеміз. Ал айтып өткендей, келесі сабақта біз осы функционалдың бәрін қалай пайдаланамыз, сол бойынша тоқталамыз. Мысалы, TradingView'ды пайдалану өте оңай, өте қарапайым жасалған. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.